Қойыңдаршы, астағфиралла, қаяқтағы бейташар ек. Келістік қолында мешітке барып неке қиямыз болды. Харам оның бәрі, бейташар, басқасы, дәстүрлердің бәрі харам сендердің. Қойшы, не білесіңдер сендер? Не болды бауырым, ата-анаңа харам деп сонша жекіріп отырсың ғой. Дәстүр дей ма, бейташар дей ма, мазаны алып отыр, білмеймін маған деп. Ол бейташардың қай жері харам? Бейташар деген біздің қазақтың ата-бабамыздан келе жатқан салт дәстүріміз ғой, оның қай жері харам? Біз дейтін Алладан басқа ешкімнің алдында иілмегенбіз. Ол бейташарда сәлем салады дей ма, түсінбедім. Сен бейташардың сөздеріне мән берсең, бейташарда айтылатын дәріптеулердің барлығы ата-ананы сыйлау, күйеуіңді сыйлау, онда қай жеріне харам көріпсің, қандай ағаттық көріпсің сен? Ешқандай да ағаттығы жоқ. Сәлем салуда да ешқандай ағаттығы жоқ. Ата-ананың разылығы Алланың разылығы екенін сен жақсы білесің. Күйеуінің разылығынан алған әйел жұмақтық екенін сен жақсы білесің. Бейташарда айтылатын әңгімелердің бәрі осының барлығын дәріптеу, Құдайдың разылығын дәріптеу, күйеуіңді сыйлауды, ата-ананы құрметтеуді дәріптеу. Бұның барлығында ешқандай да харам іс жоқ негізі бауырым. Сәл ойлану керек. Харам дей бермей.